Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін талшын қазақтың ұлттық тағамдарының бірі айран ұйытатын боламыз. Үй жағдайында өте керемет, қою, өте дәмді болып шығатын болады. Сіздер де ұйытып жасап көріңіздер. Балаларыңызға осылай ұйытып беретін болсаңыздар, өте дәмді, пайдалы витамин айранның құрамында жатыр. Менің каналымнан басқа да рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып қолдап кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға осылай салқын су құйып аламыз. Сүттің асты жабысып қалмас үшін және сүзектен өткізілген сүтіміздің барлығын құйып алдық. Менде қолдың сүті 3 литр осылай пісірдік және қайнағанша оттың астын ең жоғары жылдамдыққа қойып сүтімізді пісіріп алатын боламыз. Осылай қайнап келе жатқанда ожаумен сапырып отырып, қозғап отырып қайнататын боламыз. Кем дегенде 10 минут қайнату қажет. Оттың астын баяулатып осылай қайнататын боламыз. Міне біздің сүтіміз жақсылап қайнап шықты, қалың қаймақ шығып, енді оттың астын өшіріп суытып алатын боламыз. Міне біздің ұйытуға арналған затымыздың барлығын дайындап алдық. Сүтіміз суыды. Енді осы 2 литрлік банкеге мен сүтімді ұйытатын боламын. Сүт төгілмес үшін осылай аузына өреңге қойдым және бірінші қаймағымыздың барлығын салып аламыз. Сүттің айранымыз сонда дәмдірек болады. Осылай барлығын толықтай құйып аламыз, асықпай. Одан соң міне осылай құйып шықтым. Енді ұйытқымызды дайындайтын боламыз. Кесемізге 1 шай қасық айранымызды салдық. Менде аш айран болды және бір осылай шай қасық құмшекерімізді салып, жақсылап араластырып, осылай ұйытқы жасайтын боламыз. Осы 1 шай қасық ұйытқымызды салып, түбіне дейін жақсылап араластырып аламыз және осылай кесемен бетін жауып 3-4 сағат осылай орамалмен немесе шашықпен осылай жақсылап орап тастайсыздар. Ешкім тиіспейтін жерге қойып қоятын боламыз. Жылы жерге қою міндетті. Міне біздің айранымыз ұйып дайын болды. Осылай ұйығаннан кейін сырасыз қозғамайсыздар. Салқын жерге, холодильникке қойып, осылай құйып іше беретін боласыздар. Өте дәмді, өте керемет болып шықты. Ешқандай да қышқыл болып шықпайды. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт ұнады деген сенімдемін. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып қолдап кетіңіздер.